үйрену процесі немесе үйренуді тежейтін немесе үйренуге кедергі келтіретін факторлар. Біз бір нәрсені үйреніп бастаймыз. Осының бізде жалпы бір нәрсені үйреніп бастаған кезде бізге оны төртке бөлеміз. Яғни процесі төртке бөлінеді. Ол біріншісі зерттеу, екіншісі қарсылық пайда болу үйренуге, үшіншісі екінші дем, яғни второе дыхание дейді, төртінші финал, яғни үйреніп бітеміз. Осы төртеудің ішіндегі бізге ең қатты кедергі келтіретін, яғни бұл екінші деңгейдегі қарсылық. Мысалы, сіз шаңғы тебуді үйреніп бастадыңыз делік. Яғни үйренгіңіз келді, қалап тұрсыз, или біреуге еріп үйренуді бастадыңыз делік. Бірінші сізге қызық, шаңғыға қандай киім алады, қандай аяққа аяқ киім келеді, қандай шаңғы таңдайды, инструкциясын өтесіз, қалай жасайды, яғни инструкциясын оқып, көріп, бір-екі рет жасап көру басында қызық болады. Енді ары қарай соны толық үйренуге келген кезде сізде қарсылық пайда болады. Мүмкін қорқып қаласыз, мүмкін энергияңыз жетпей қалады, мүмкін қарныңыз аш болуы мүмкін. Яғни осы екінші этапқа келген кезде бізде өзімізбен күресу, яғни бір қарсылық пайда болады. Егер осы екіншіден біз өте жақсы өтіп кетсек, онда үшінші, яғни екінші дем, екінші дыхание дейді. Сол пайда болып, біз ары қарай мотивациямыз болып, ол нәрсені финал, яғни соңына дейін жеткізетін нәрсе боламыз. Немесе мысалы математиканы үйреніп бастаған 7-ші сыныптың оқушысын алайық. Ол бірінші математика бір мұғалім таңдауы мүмкін, ол мұғалім оған үйретіп бастайды, басында оған қызық болады, есеп шығарады, теориясын үйретеді, жазады, жаңағы барлығы басында қызық болады. Белгілі бір деңгейге келген кезде оның үйренуі, яғни өзімен қарсылық пайда болады. Яғни осы кезде қарсылық не үшін пайда болады? Себебі оған жаңа ақпарат пайда болып жатыр, жаңа әдет қалыптасып жатыр. Осы жаңа әдет адаммен күресіп бастайды. Яғни біз оны қайталай берген сайын ғана біз оны жеңеміз әдет қалыптасу үшін. Ал жаңа әдет адамға қалыптасу өте қиын. Ал жаман әдетті адам тез қабылдап алады. Яғни осы төртеуі бар. Яғни басынан бастап айтып өтейік. Бұл бірінші зерттейтін кезең, яғни біз шұқылап зерттеп көреміз. Екінші кезең бұл қарсылық кезеңі, үшіншісі бұл екінші дыхание, төртінші финал. Ең маңызды осы жердегі біз өту керек нәрсе бұл үйренуді тежейтін, яғни қарсылық дедік қой, соның пайда болуына әрекет ететін факторларды біз жазып шықтық. Соларды мен қазір сіздерге оқып берейін. Мүмкін сіз қазір үйреніп жүрген заттарыңыз осы жерде кездесіп қалған болуы мүмкін. Яғни қарсылық қандай факторлардан пайда болады, немесе қалай пайда болады? Бірінші, ұйқысы келіп кету, қарны ашу, хабарламаларға назар бөліну, қатты тойып тамақтану, назарды бөлетін адамдар болуы, телефонға алаңдау, ата-ана не басқаны ұрсып сөйлеуі, басқалармен салыстыруы, яғни сізді басқалармен салыстырады. Мына жұрттың баласы пәленше өйтіп жатыр, сен неғып өйте алмайсың деген секілді. Бұл да сіздің жаңағы екінші деңгейге келген кездегі қарсылығыңызға негізгі фактор болуы мүмкін. Басқалардың кемсіту, яғни сен үйрене алмайсың, істей алмайсың деуі, немесе басқалардың міндет көруі, мен саған андай нәрсені алып беріп жатырмын, неге үйренбейсің деген секілді. Сізде немесе мүлде мотив болмай қалуы, жалығып кетуіңіз, өзіңізге сенбеуіңіз, бұл нәрсені мен үйрене алмайын деп, беріліп жатқан ақпаратқа не үйренетін адамға сенбеу, бұл маған үйрете ала ма деген секілді. Үйрете алмайтын секілді, яғни деп күмәндану, энергия жетпей қалу, яғни сіз үйренгіңіз келіп тұр, қалауыңыз бар, бірақ сол сәтте энергияңыз жетпей қалды. Уақытыңыздың жетпей қалуы, яғни бірдеңкені үйренгіңіз келіп жүр, бірақ уақытыңыз жеткіліксіз. Назардың болмауы, түсінбеуіңіз, яғни сіз зерттеу деңгейінен өттіңіз, екінші деңгейге келдіңіз, түсінгіңіз келіп жатыр, үйренгіңіз келіп жатыр, бірақ сіз түсіне алмай жатсыз. Сондықтан екінші деңгейден шығып кетуіңіз мүмкін. Қызығушылықтың жоғалуы, яғни мүлде қызықпайсыз. Мотивацияның тұрақсыздығы, басында сізде күшті мотивация болды, күшті динамика болды, бір келген кезде сізде мотивация вообще болмай қалды, түсіп кеттіңіз. Әдеттің қалыптаспауы, яғни бағана айтқанымыз, ол сізде бұрын жасап көрмегенсіз, әлі миыңызда да, денеңізде де жоқ нәрсе. Сондықтан ол нәрсе қалыптасам дегенше онымен күресу керек болады. Ресурстың жетіспеуі, яғни сіз мысалы күреске, яғни дзюдоны үйренгіңіз келді, бірақ сіз үйренетін жерде зал жоқ, немесе жаңағы
қаржыңыз жоқ деген секілді. Стимулдың болмауы, яғни соңында мына нәрсені бітіргеннен кейін мынандай нәрсе өзіме аламын, мынандай нәрсе жасаймын деген секілді стимулдың болмауы. Мұқтаж болмай қалуыңыз, яғни сіз ол нәрсені үйренуге мұқтаж емессіз. Сізге оның нақты бір пайдасы жоқ. Өзіңізді шектеуіңіз, өзіңізді аяп қалуыңыз, қорқыныш бойыңызды билеп алу, қобалжуыңыз, немесе осы нәрсені мен идеальны істеуім керек, яғни мен идеальный болуым керек деуіңіз. Сол нәрсе сізді тежеп тастауы мүмкін, немесе процесті созып жіберуі мүмкін. Нәтижені дереу күту. Сіз жаңа зерттеу деңгейіне өттіңіз, бірнеше мысалы математиканың 4-5 сабағына қатыстыңыз, бірақ менде нәтиже что-то болмай жатыр деп ол нәрсені тастап кетуіңіз. Нәтиже бірден болу қиын нәрсе негізі. Ресурстың тиімді пайдалана алмау, яғни сіздің қолыңызда әртүрлі ресурс бар, сіз соны тиімді пайдалана алмай жатсыз. Дисциплинаның болмауы, яғни тәртіп болмауы. Күнде мысалы математиканы бір уақытта оқу керек болса, сіз сода бір күн оқисыз, бір күн оқымайсыз. Жаңа курс болса, курсыңызға бірде барасыз, бірде бармайсыз деген секілді. Маңыздылықтың басым болмауы, ол сізге маңызды емес. Дәл қазіргі сәтте. Мақсатыңыздың өзгеруі, мысалы сіз математика, физика таңдайтын болып, IT мамандығына түскіңіз келіп жатыр, бірақ сіздің мамандығыңыз өзгеріп кетті, мен журналистикаға барамын деген секілді. Оқиғаның қызықсыз болуы, яғни ол жердегі болып жатқан нәрсе сізге мүлде қызық емес. Эмоция берілмей қалу, яғни сізге ол эмоциональный әрекет етіп жатқан жоқ ешқандай. Бейнені елестете алмай қалуыңыз, ол жерде үйреніп жатқан нәрсені сіз елестете алмайсыз, ары қарай не істеймін деген секілді. Және қай нүктеде тұрғаныңызды білмеу. Анықталмағандық пайда болу, бұл соңы қашан бітеді, қанша сабақтан кейін мен бұны толық үйреніп шығамын деген секілді нәрсе. Үйренетін нәрсенің өз уақытында келмеуі. Сіз мысалы 8 оқып жатсыз, ұбт-ға дайындалып жатсыз деген секілді. Аяқталу уақытын білмеуі, қашан бітетінін білмеу, немесе сұраудан ұялуыңыз, өзіңізді тежеуіңізге жаңағы келетін нәрсе. Осы айтылған нәрселердің кемінде бірнешеуі сіздің үйреніп жатқан қазіргі таңыңызда кездесіп жатыр деп ойлаймын. Осы нәрселерден сіз егер өзіңіздің проблемаңызды нақты, яғни үйреніп жатқаныңызға не кедергі жасап жатқанын нақты түсінсеңіз, оның да шешімін таба аласыз деген сенімдемін. Сәттілік.